Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Эфирде бас тақырып бағдарламасы. Бүгін біз соңғы, яғни әлеуметтік желіде болсын, жалпы көптеген талқыланып жүрген тақырыптың біреуі бұл кітап жазуға байланысты және жаңадан кітап авторлары пайда болып жатыр. Сол тақырыпты қозғайтын боламыз. Ол үшін бүгін бізде қонақта Қанат Әуесбай мырза, бұл батыс көрген Ұлыбритания қазақтың көзімен тақырып және Алматыдан тікелей байланысқа қосылады. Қазір Бақытжан Бұхарбай мырза, күміс кітап. Енді бірінші кезекте сұрақты былай қойсақ, Қанат мырза, қараңыз. Ғабит Мүсірепов айтады, кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тиылсақ, ол ойлаудан да тиылар едік. Шекспир айтады, кітап маған тақтан да қымбат. Жалпы сіз үшін кітап дегеніміз не? Кітап дегеніміз, Ерболат мырза, бұл адамның сыни ойлауын дамытатын, оның өмірге деген құлшынысын арттыратын және бір мәселенің түрлі шешімін ойлауға мүмкіндік беретін үлкен білім құралы және үлкен ілім құралы деп айтуға болады. Мұна мүмкіндікті пайдаланып, осы Атамекен Бизнес Channel телеарнасының ұжымына өзіңе осы мұна Кембридж баспасында шыққан кітабымды Looking West, A Kazakh's View of Great Britain кітабымды өзіңе мұна эфирдің үстінде табыстауға рұқсат етсін. Рахмет, өте қуаныштымын. Оқитын боламын міндетті түрде. Сонымен кітап дегеніміз не болды? Нақтылап айтсаңыз, мысалы, бір ауыз сөзбен. Шекспир айтады, кітап маған тақтан да қымбат дейді. Сіз үшін кітап дегеніміз не? Адамның сыни ойлауын дамытатын, мәселенің түрлі шешімдерін іздеуге мүмкіндік беретін ілім, білім құрал деп айтуға болады. Бізге Бақытжан мырзаны қосасыздар ма? Бақытжан мырза. Сәл көтерсе болады. Бақытжан мырза, сіз бізді естіп отырсыз ба? Керемет. Қайырлы кеш, Бақытжан мырза. Сәл түсірсе болады. Сіздің дауысыңыз естілмей тұр бізге. Бізге естілмей тұр дауысы. Бақытжан мырза, сізге сұрақ. Жаңа естіген боларсыз, енді Шекспир айтады, кітап маған тақтан да қымбат дейді. Сіздің ойыңызша кітап дегеніміз не? Астараны естіп тұрмын, бірақ суретін көріп тұрған жоқпын. Жақсы? Жақсы. Жалпы қазір Бақытжан мырзамен біраз техникалық ақаулар болып жатқан сияқты. Жалпы кітап жазар кезде көптеген жазушыларда белгілі бір мақсат болады. Сіз кітап жазудағы мақсатыңыз не болды? Ерболат мырза, осы Англияда оқып жүргенімде 13-14 жылдары өзімнің университетімнің кітапханасына кіргенде бірде-бір қазақстандық автордың ағылшын тіліндегі кітабын таппағаным себеп болды деп айтсам болады. Ендеше жоқ болса неге жазбасқа деген ой сол тұста келген болатын. Әрі өзім журналист болсам, болашақ бағдарламасымен оқыған болсам, осы кітапты жедел қолға алуым керек, кітап жазуды қолға алуым керек деген сенімім өзімнің бір ойымда нық бекіді деп айтуға болады. Яғни бұл мақсат осы шетелдік оқырманға Қазақстанды таныстыру болса, бұл енді білесіз, кітап екі тілде шығып отыр, қазақ және ағылшын тілінде. Ал екінші мақсаты қазақстандық аудиторияға Ұлыбританияны жаңа қырынан таныстыру. Сол арқылы біздегі әсіресе мына ауылдың мектептерінің жоғары сынып оқушыларына неғұрлым насихаттау. Өйткені бүгінгі таңда өзіңіз білесіз, ауылдың оқушылары жастар арасында осы шетелде Гарвардта, Кембриджде, Оксфордта, MIT, Стэнфордта оқу бір қол жетпес арман сияқты көрінеді. Ендеше менің айтқым келгені, егер алдыңызға мақсат қойсаңыз, талаптансаңыз, алынбайтын қамал жоқ деген осындай бір месседжді қоғамға тастағым келді.
Түсінікті. Сіз бұл кітапты қай кезде жазуды ойладыңыз? Мысалға, бір жыл болдыңыз, сол жақта негізі? Жаңағы көпшілік ойлайды, бір қалам алып, қағазды алып, сол түні бойы отырып жазды деген, жаздың ба деп сұрап жатады. Бірақ әлбетте олай емес. Бұл жазбалар әрқашан менің ойымда жүрді, санамда жүрді. Тіпті мына университетте жүргенде өз басым осы әлеуметтік желілерде түрлі жазбалар қалдырып жүрдім. Соларды алып, өңдеп, сол ойларға бір жаңа көзқарастарымды қосып, қысқа уақыттың ішінде жазылып шықты. Шынымды айтсам, бір 2 аптаның қай уақытта ой қалдыңыз жазу туралы? Сол оқып жүрген тұста 13-14 жылдары неге жазбасқа деген ойымды алғаш рет осы Фейсбукта да жазған болатынмын. Және бір мақсатым болды. Бізде көбінесе қазақтың қаламгерлері 2000 данамен казахский тираж дейді ғой, 2000 данамен кітабын шығарып алады да, өздері барлығы таратып жүреді, барлығына тегін таратып жүреді. Мен өзім серт бердім. Бұл кітаптан мен тек қана тегін тарату үшін ғана емес, жоқ, ол өзіме авторлық данасын берді, маған 200 данасын, соларды ғана мен таратып жүрмін. А қалған даналары, олар жалпы қанша дана болып шықты? Жалпы 1000 дана болып шықты. Қалған даналары Amazon Co. UK деген әлемге әйгілі осы британдық сайтта сатылып жатыр. Мен осы үшін қуаныштымын. Әлбетте бұл тегін тарата берсе, ол қаламгерлерге де бір пайдасы тию керек. Бұл жерде бұл маған бір мақтан тұтып айтатын нәрсе, Англияда және Amazon Co. UK сайтында осы кітабым қазірде сатылып жатыр. Мені жаңа ғана осы хабардың алдында баспагерлерге хабарласып едім. 150 данасы мына артында жазылған 14 фунт бағасымен өтті деген мәлімет келді. Түсінікті. Бізде техниктер айтып жатыр, яғни қазір бәрі жақсы деп, техникалық ақау жөнделді деп. Бақытжан мырзаны қоссаңыздар. Бақытжан мырза, жаңа қайырлы кеш, мені естіп отырсыз ғой? Естіп отыр Мереке. Кеш жарық. Енді маған мынаны айтсаңыз, Шекспир айтады, кітап маған тақтан да қымбат дейді. Ал Ғабит Мүсірепов айтады, кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті, кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік дейді. Сіздің ойыңыз, сіздің пікіріңіз? Кітап енді адамды жалғыз қалдырмайтын ешқашан бірден бір құрал. Кітап оқи білсең, ол сенің достарың, сенің серіктестерің, ол әлемге танымал адамдар деуге болады да. Оның ішінде Шекспирің бар, Мүсірепов атамыз бар, басқалары бар. Ең жақсы достарың осы кісілер. Түсінікті. Жалпы, сіз мысалы кітапты не үшін жазыңыз? Сіздің кітабыңызды қарап шықтым, толығымен оқып шықтым. Жалпы кітап жазар кезде көптеген жазушыларда белгілі бір мақсат болады. Сіздің кітап жазудағы мақсатыңыз не болды? Мен кітапты еріккеннен жазған жоқпын. Ең басты бұл жерде мотивация. Мен осы қоғамда өмір сүргім келетіндіктен және осы қоғамнан ешқайда көшіп кеткім келмейтіндіктен туындады. Енді қарап отырсақ, мысалға осы жерде көріп жүрміз, өмір сүреміз осы ортада. Қазіргі жағдайларды енді көріп жатқан кезде бейжай қала алмаймыз. Мәселен, қатарластар, басқа да жастар мысалға танитын, танымайтын, солардың басым бөлігі кітап оқымай жүргенін байқадым. Оны енді мен ғана емес, көп адам байқап жатыр. Енді ертең осылар орын басады. Мысалға, сол кезде қоғамымыздың, жалпы еліміздің күні қандай болады деген нәрсе. Мысалға, кітап оқыған адам ол бәрібір мүмкіндіктер жасай алады. Өзі жасай алады. Мүмкіндікті сырттан іздемейді. Бір ағам, көкем әкеп береді деп айтпайды. Құндылықтары өзгереді. Мен өмір сүргім келетін қоғам мықты азаматтардан тұратын қоғам деп ойлаймын өзім. Ал мықты азамат болу үшін не керек? Ол білім керек. Білім ол кітапта жатыр. Кітап оқу мәселесі. Сондықтан сұрақ туады осы жерде.
Түсіндім, жалпы адамдарға былай айтқан кезде кітап оқуға бағыт беретін кітап жаздыңыз, түсінген бойынша. Яғни кітапты не үшін оқу қажет деген. Жалпы мынандай кітап оқы деп айтуға өмірлік тәжірибеңіз жетеді ме? Өйткені сіз дәл осы 30 жасқа да енді толып жатырсыз, мысалға. Үлкен жазушылар өмірінің соңында ғана осындай бағытта кітап жазуы мүмкін. Сіз қандай тәжірибеге сүйеніп жаздыңыз, мысалға? Жалпы осындай кітап оқы деп айту үшін қанша кітап оқу керек? 10 мың ба, 100 мың ба? Енді адам 30-ға келіп бір нәрсе айта алмаса, онда білмеймін, ол өмірін бекер өмір сүрген сияқты. Мысалға әлі де менің ішімде жүріп, бірақ аудиторияға айта қоймаған дүниелерім бар. Себебі олар әлі піспеген. Өзіме мысалға пайдасы тиіп жатса, өмірімде мысалға өзімнің құндылықтар жүйемді қалыптастыру үшін. Бірақ біреуге жараспай қалуы мүмкін. Ал енді кітап оқу деген ол тек менің сөзім емес. Мен ғана айтпадым, бірінші емес, маған дейін мыңдаған адамдар айтты. Мен енді осы айтылған формуланы бағытқа, уақытқа тәуелсіз, кеңістікке тәуелсіз универсал формула кітап оқы деген. Біздің заманға дейін де айтылған. Мен өзімнің тәжірибеме сүйемелдеп, қазіргі заманғы оқырманға бейімдеп отырмын. Мәселен, оны 2000 жыл бұрын өмір сүрген бір Қытай философы айтса, ол біздің қазіргі жас оқырманға қызық болмауы мүмкін. Ал өзі мысалға күнде Фейсбукта көретін, қаласа мысалға жекеге шығалатын адам жазып отырса, ол бөлек жағдай. Әрине ол қызығырақ болады, ол жақынырақ болады. Замандас адам жазып тұрса. Түсінікті Бақытжан мырза. Енді Қанеке, сізге сұрақ. Жалпы жаңа айттыңыз, мысалға бұл батыс көрген Ұлыбритания қазақтың көзімен кітабы. Бірінші кезекте сұрақ мынандай. Сіз өзіңіз айтып отырсыз, 2013-14 жылдар болдыңыз, бір жыл болдыңыз, қателеспесем. Бір жыл, яғни Англияда бір жыл болып, бір ел туралы, яғни сан ғасырлық тарихы бар ел туралы кітап жазу аздық етпей ма, бір жылдық аз етпей ма? Сіздің зерттеуіңізге бұл тарлық еткен жоқ па, бұл айтқан кезде? Ерболат мырза, сауалыңызға рахмет. Өте қисынды сауал. Осы сауалды бірнеше рет естіген болатын. Бірақ өзіңіз білесіз, мен Тараз қаласындағы Бауыржан Момышұлы атындағы гимназияда тілді тереңдетіп оқуды 5-ші сыныптан бастаған болатынмын. Сол себептен бұл Лондонда, Ұлыбританияда мен бармай-ақ, осы 5-ші сыныптан бастап зерттей бастадым, біле бастадым деп айтуға болады. Тіпті бәрімізге ортақ, бәріміз білетін London is the capital of Great Britain деген бір ауыз сөйлемнен басталған біздің Лондон тану біліміміз сонау студенттік кездерге жалғасты. Одан кейін осы шетелдегі оқуымызға байланысты ұласты. Яғни мен Лондонға барғанда, болмаса өзім оқыған мына Норвич қаласына барғанда, Лондонды мүлдем танымадым. Лондон маған бір жаңа кейіпте көрінді деп айтсам, ол артық болар. Өйткені Лондонды сонау балалық шағымнан бастап тани бастадым. Түсінікті. Енді менде сіздерге екеуіңізге ортақ сұрақ. Жалпы кітаптың Бақытжан мырза, егер де сіз естіп отырсаңыз, екеуіңізге де ортақ сұрақ. Шет елде болсын, Европада болсын, өзіңіз білім алған, мысалға Америкада болсын, кітапты жалпы сатудың бір арнайы өзінің маркетингтік жолы болады. Арнайы бір жолдары болады. Мысалға енді қазір сіздер кітаптың жарнамасын жасаймын деген кезде, мысалға әлеуметтік желі арқылы болсын, бір белгілі бір деңгейде, бұл енді көрермендердің пікірі. Қарабайырлыққа ұрынған жоқсыздар ма? Себебі мен ойымша бір нақты бір маркетингтік жолдары болу керек сияқты кітапты өткізудің. Себебі сіз өзіңіз жаңа өте дұрыс айттыңыз. 200 кітабын ғана тараттым, қалған барлығы былай айтқан кезде сатылу дедіңіз. Қандай маркетингтік жолдарға сүйендіңіздер? Жалпы осыны қолдандыңыздар ма, маркетингтік жолды? Маркетингтік жол біріншіден енді ол дамымаған деп айтсақ, ол бір жауыр болған сөзді айтармыз. Негізі дамып келе жатыр деп айтқан дұрыс шығар. Бірақ әрине қарабайыр деп айтып қалдыңыз, ол қарабайыр шығар. Бірақ бұл кітап негізі маркетингті бұл Англияда шыққаннан кейін сол жақта сатылып жатыр. Қазір кеңінен насихатталып, түрлі кітап жәрмеңкелерінде, фестивальдерде, кітап фестивальдерде жаңағы насихатталып жатыр. Бұның насихатталуында бір кемшілік бар деп айта алмаймын. Тек қана Қазақстанның жағдайында, бұл Қазақстанда меломанда, басқа жерлерде сатылып жатқан жоқ. Өйткені
тиражы аз болғандықтан және оның бағасы өте қымбат, Англияның бағасымен. Қанша бағасы? 14 фунт деген бұл шамамен 7000 теңге болады. Түсінікті. 7000 теңге ол қымбат. Сондықтан Англиядан келген, өзім алып келген кітаптарды былай Инстаграм арқылы, әлеуметтік желілер арқылы сатып жатырмын. Ал жаппай бір маркетингтік нені қолданған жоқсың. Жақсы. Англияда бірақ қолданып жатыр. Жақсы. Біз Бақытжан мырзаны білеміз, Меломенді осы өзінің таныстырылымын өтті. Бізде енді негізгі бір желі кітап сатудың Меломен ғой, біз жақсы білеміз. Бақытжан мырза, сіздің пікіріңізді білгім келеді осыған қатысты. Сұрағымды естідіңіз, иә? Иә, бұл жерде менің кітап жазуымның негізгі мақсаты ол пайда көру болмады. Пайда көргенде қаржылық пайданы айтып тұрған жоқпын. Егер де шынымен жастар оқып кетсе, ол да бір пайданың бір түрі. Еліміз үшін болған пайда да. Мен сол үшін Бақытжан мырза, пайда туралы айтқан жоқпын. Жалпы кітапты өткізудің тәсілін айтып отырмын. Бұл жерде бір өйткені мынандай көлемдегі және сіздердің енді ғана танылып жатқан автор ретінде сіздерден бір белгілі бір кең көлемде пайда түседі деп айту, ол әрине әбестік болар еді. Мен соқтан айтып отырмын. Жалпы кітапты өткізудің, кітапты таныстырудың арнайы бір маркетингтік жобалары болады. Осы тұрғыдан алған кезде белгілі бір тұрғыда қолдандыңыздар ма? Себебі маған бүгін жазған көрермендердің көпшілігі айтады, жалпы кітаптың жарнамасын жасау кезінде қарабайырлыққа ұрынған сияқты көрінеді деп айтады. Мен осыны сұрап отырмын сіздерден. Маркетингтік бір жолдарды қолдандыңыздар ма? Енді сүрініп үйренеміз ғой біз. Көріп жатырмыз, бәрін жасап жатырмыз. Мысалы, батыстың тәжірибесімен салыстыратын болсақ, ол жерде әдеби агенттер болады. Бізде ондай жоқ. Мысалы, кітап жазасында өзің бастан аяқ жүгіріп шығасың. Мен Меломанның директорына кірдім. Директоры Вадим Галенко деген кісі. Соларға айттым, міне мен кітап шығардым. Бұның мақсаты әлеуметтік мақсат. Сондықтан мен өзім үстеме сұрап отырған жоқпын, сіздің тараптан да үстеме қойылмаса дұрыс болар еді дедім. Сөйтіп кітап 1000 теңге көлемінде сатылып жатыр, әрбір жасқа қол жетімді. Осылай арқылы, Меломан желісі арқылы бір таралды. Сосын мен өзім жазған кезде тақырып егер өзекті болса, ол оқырманын табады. Мәселен, атамнан естеймін ылғи, Азия кітабы шыққан кезде ол жасағамыздың. Азия кітабы жаңағы тыйым салынғанның өзінде олар таралып, Совет заманда көлігіне дейін берген астындағы. Яғни қазірде мен соны байқап отырмын, Меломан бір, екіншісі сарафан маркетингісі. Яғни кітап өзінің өзектілігін айқындап, оқырмандар араларында сұранысқа ие болып, оқырмандардың өздері тіпті мысалға басында Алматы мен Астана Шымкентке түсті, Астанадан сатып алып Павлодарға жеткізді, немесе Атырауға жеткізді, мен қадағалап отырдым барлығын. Өзінің өмірімен өмір сүріп кетті. Оқырмандар өмір сыйлады деп айтса болады кітапқа. Жалпы кітаптарыңыз осыдан 10 жыл, 50 жылдан кейін сұранысқа ие болады деп ойлайсыздар ма? Бізде қазір сұрақ келіп отыр WhatsApp желісінен. Мен айтар едім. Бақытжан мырза, қазір Қанат мырзадан сұрайық, сосын сізге. Жақсы. Мен айтар едім, ол кітаптың жалпы бір несіне байланысты, тақырыбына байланысты. Мысалы, көркем әдебиет ол әрине жаңағы өзектілігін жоғалтпайды, әсіресе классика жоғалтпайды. Андай попса әдебиет, жаңағы попула әдебиет дейді ғой, танымал әдебиеттер қазір мына Шантарам деген сияқты шығып жатқандар, ол уақыт өте келе өзінің өзектілігін жоғалтады. Мынандай нәрсені айтқым келеді. Мына Ұлыбританияда оқып жатқан кезде бір мынандай нәрсені байқадым. 3 жылдан асқан кітаптар, мына білім беретін кәдімгі оқулықтар жәрмеңкелерде тегін таратылады. Тегін таратылды. Өйткені ондағы мәлімет күнделікті технология өзгеріп жатқандықтан ондағы мәлімет ескіреді. Сондықтан ол кітаптың ескіруінен ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Жақсы. Бақытжан мырза? Мен кітабымның кіріспесінде белгілеп кеттім. Мен осы кітабымды замандасыма арнадым. Замандасыма сенем деп жаздым. Себебі егер замандасым осы кітап оқу үрдісін бір трендке айналдыра алса, онда бұл кітаптың келесі ұрпаққа қажеттілігі болмайды деп сенем өзім. Мына кезінде Мағжан Жұмабаев жастарға сенем десе, мен замандасыма сенем деп бір үндестік қылдым. Осыны айтып кету керек. Ал енді ол 100 жылдан кейін кітап өмір сүре ме, сүрмей ме, оған біздің менің ойымша басымыз қатпау керек. Себебі мына Нобель сыйлығының тізімін қарайық, әдебиет саласынан тағайындалатын. 100 жыл бұрын өмір сүріп, Нобель сыйлығын алған лауреаттардың қазір мысалы 2-ның бірінің атын ешкім біле бермейді. Өз елдерінде танымал шығар. Сондай нәрселер бар да, оны мен 100 жылдан кейін танымал болу керекпін, 100 жылдан кейін өмір сүретін ұрпақ мені оқу керек деп кітап жазылмау керек. Міне күнделікті көріп жүрген мәселем бар, сен ол мәселемен көнгің келмейді. Жоқ, адам бір кітапты жазар кезде, мен ойымша белгілі бір мақсат қояды ғой. Алдына сізде мақсат қойдыңыз осы замандасыма деп, енді мына жерде бір сұрақ туады. Әдебиет сыншысы, бүгін ізденіп қарап отырмын, сол кезде Сирил Конолли, ағылшындық әдебиет сыншысы. Сол азамат айтады, оқырмандар үшін жазып, өзіңді жоғалтқаннан өзің үшін жазып, оқырмандарды жоғалтқан жақсы деген екен.
Жалпы сіздер кім үшін жазасыздар? Өздеріңіз үшін бе, әлде кім үшін жаздыңыздар кітапты? Әлде оқырман үшін бе? Өйткені бұл жерде Серік Конолидің кітабы біраз былай айтқан кезде критикалық ойлауға алып келеді да, осы тұрғыда келген кезде. Қанат мырза. Мен айтар едім, бұл екі жақты мәселе. Өзің үшін де жазасың, оқырманың үшін де жазасың. Оқырмандардың жақсы пікірлерін естіп, іштей марқаясың, яғни еңбегінің еш кетпегенін білесің. Өзіңізді жоғалта алмайсыз ба? Қалайша жоғалтасың? Өйткені Коноли енді ол 70-ші, сол 40-ші жылдардағы ең бір мықты сыншылардың біреуі болды. Енді бұл кісінің айтқан бір жаңағы догма ретінде, бір жалпы ереже ретінде қабылдауға болмайды ғой. Әркімнің өзінің субъективті пікірі. Түсінікті. Бақытжан мырза, кім үшін жазасыз? Енді мына ежелгі Рим жазушысы Теренций айтпақшы, мысалы қанша адам болса сонша пікірі бар дейді. Енді Коноли анандай десе, мысалға біздің мақсат қазақстандық мысалға болмыс бөлек нәрсе ол. Мен жаңа кітабымда замандасым деп айқындап көрсеттім. Жазу себебі мысалға өзімнің мына атағымды арттыру, абыройымды асқақтату болған жоқ. Мен айтып өттім ғой, мысалы көріп жүрген жағдай бар, мәселе бар. Мен өзімді жазушы деп есептеген жоқпын. Бірақ енді жазбасаң тағы болмайды. Айтпасаң, мәселені былай түртпесең, жараны ашпасаң дегендей. Сондықтан бұл кітап жазылды. Әрине оқырманға бағытталған, шын ниетпен жазылып отыр. Және өмір сүріп кетті оқырмандардың арасында. Қазірдің өзінде 700-ге жуық кітап таралып кетті, сатылып. Бақытжан мырза, Қанат мырза, енді екеуіңізге ортақ сұрақ. Жалпы мен өзім байқап жүрмін әлеуметтік желіде, екеуіңіздің де кітаптарыңызды көрермен жақсы қабылдап жатыр. Жалпы оқырман жақсы қабылдап жатыр. Оқырмандар тіпті әлеуметтік желілерді жариялау, олардың сын пікірлері, яғни қалдырып жатқан пікірлері, рекомендациялар дейміз ба, ұсынымдары жақсы бір пікір қалыптастыруда. Менде сұрақ, осы сын пікірлер болсын, жалпы пікірлер сіздерді келесі кітап жазуға итермелеп отыр ма? Қаншалықты итермелеуде? Себебі бізде көбінесе, мысалы бір кино түсіреді, кейбір режиссерлар, келесі бір кино жақсы болмай қалады. Сол сияқты да келесі кітаптарыңыз бұдан мықты болуы мүмкін бе? Ол бір өзі егер қысқаша жауап берсеңіз, бейнелеп айтса есірткі сияқты, өйткені бір кітаптан жазылғаннан кейін түрлі пікірлерді оқып, өзіңіз айтпақшы, сын пікірлерді оқып, бұл бізді итермелемейді, мәжбүрлемейді, керісінше құлшындырып, қанаттандырып. Келесі кітап жазасыз. Жақсы. Бақытжан мырза, келесі кітап күтеміз ба сіз? Енді басты мақсат кітап үшін кітап жазу емес. Кітап жазу деген нәрсе емес та, мысалға. Мәселе бар ма? Мәселеге көнгің келмейді, кітап шықты, оқырманына жолын тапты. Бұл кітаптың арқасында мен Досқан Жолжақсынов ағамыздың, Зейнеп Ахметова апайымыздың және Ақұштап Бақтыгереев апамыздың батасын алып жатырмын. Оқырмандардың жаңағы оң пікірлерін алып жатырмын. Рахмет сіздерге. Бүгін бір уақыт тар болса да біз тақырыпты жақсы талқыладық. Уақыттың тығыздығына байланысты бағдарламаны аяқтауға тура келеді. Келесі бағдарламаларда жүздескенше құрметті көрермен, біз бүгін кітап жазу трендін талқыладық. Кітап оқи жүріңіздер, ертеңге дейін сәттілік бізбен бірге болсын.